Bärinizge selam. Bugünkü podcastımızga hoş geldinizler. Bugün biz gılım, texnologiya және болашақ туралы әңгімелесетін боламыз. Сәлеметсіздер, hoş geldiniz. Сәлеметсіздер, hoş bulduk. Рахмет шақырғандарыңызға. Бүгінгі қонағымыз Ескербеков Дидар Қайратұлы, PhD докторы, Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті халықаралық инженерия мектебі, физикалық орталығының қаулысының профессоры. Сәлеметсіздер, hoş geldiniz. Бізге де сізбен танысу блогын ары қарай өрбітсек, сізге жеңіл сұрақтар болып кетейік. Неліктен осы физика саласын таңдадыңыз, ғылымға қалай келдіңіз, сол жағын айтып кетсеңіз? Жалпы айтар болсам, өздеріңіз сияқты оқушы болдым мектепте, және жалпы өзім негізі ауылдың баласымын. 400 метр жерде ата-анам тұрады, сол жақта 7-ші классқа дейін оқып жүргенмін. Жалпы енді кішкентай баланың оқушының арманы не бар? Қалаға бару, жақсы бір оқу орнына түсу, жақсы бір лицейге түсу деген сияқты. Сөйтіп 2004-2005-терде қалада қазақ балаларына арналған және қазақ лицейі физика мамандығы бойынша, физика математика мамандығы бойынша сол лицейге тапсырып қойдым, жазда келдім. Менің арқасында ата-анамның демеуінің арқасында, достарымның демеуінің арқасында, дайындалудың арқасында сол лицейге түсіп кеттік. Сол лицейде 4 жыл оқыдым, 10-шы жасқа келгенше. Өскеменде жалпы орналасқан. Дарынды балаларға арналған мектеп лицей-интернат деген естуіңіз бар шығар. Сонда жалпы аты айтып тұр ғой, физика, математикаға бағдарлап оқытып, күрделі және спецфизика деген болады, спецматематика деген болады. Соған қызығушылығымыз артып, тек қана физиканың күнде-күнде есептер шығара сол физиканы таңдадық енді. Өйткені қабілетім соңынан келіп тұр физиканың. Мұғалім жақсы болды, Валентин Мұхаевна деген кезінде мұғалім болған, қазір басқа қалада болайын. Сол кісінің даярлауымен сол кісінің үйретуімен Шығыс Қазақстан техникалық университетінде техникалық физика деген мамандыққа бакалаврға түстік. Бұл кезде мысалы өзім түсінген кезде мысалы қандай мамандықта оқып жатсың, енді физиканы таңдағаннан кейін сол бағыт бойынша университеттің оқытушылары, профессорлары, доценттарының бағыт бағдар беруімен тағы да ары қарай ғылыммен айналысу деген соның тақырыптарды беру, сонымен айналысу кішігірім қарапайым нелерді үлгілерді дайындау, мысалы эксперимент жасау үшін, зерттеу жасау үшін соның бәрі қатты әсер етті маған. Ғылыммен ары қарай ғылыми жолын қалыптастыру үшін. Оның жайлы айтып жатқаннан кейін, қазіргі таңда әртүрлі өзгерістер еніп жатыр ғой. Сондықтан да Қазақстандағы физика ғылымының деңгейін сіз қалай бағалар едіңіз? Ол жасанды интеллект галактар бар ғой, солармен әсер ете ала ма, оны өзгерте ала ма деген секілді. Жалпы енді біз өзіміз ғылым саласында жүргеннен кейін, жоғары оқу істегеннен кейін Қазақстанның ғылымы қандай деңгейде дегенде оңай түрде жауап бере аламыз. Көрдіңіз бе? Адамдармен сөйлесеміз, түрлі конференцияларға барамыз, семинарларға барамыз, әртүрлі форумдарға қатысамыз. Қазақстанның жалпы қойған мақсаты ғылымға деген бағыт бағдар өте жақсы. Маған жалпы өзім үшін, өзім ойым жалпы жақсы бағытта, жақсы деңгейде Қазақстанның ғылым білімі сондай қорытындысы бар. Біздің оқушылардың ғылыми қауымдастығы аясында жүзеге асып жатқан бірнеше жобалар бар. Және де соған жетекшілік жасап, ғылыми бағдар беру мүмкіндігіне қызығушылық танытар едіңіз. Себебі қазіргі таңда әрбір баланың бөлек бір идеясы бар, және де жастардың да бір қызығушылықтары бөлек болады ғой, сол жайлы айтып кетсеңіз. Әрине, оны бірге жұмыс жасауға, бағыт бағдар беруге, оны келісеміз. Оған көптеген себептер өйткені қазіргі мектептің қатарындағы оқушы ол болашақ студент, болашақ маман.
мүмкін қазіргі оқушымен бірге ғылыми жобамен айналысып, бір нәтижелерге жетіп, кейін ол университеттің бір профессор болғанға 100% не бар, ықтималдық бар да. Сондықтан олармен жұмыс жасап, бірге өзінің біліміңді бөлісіп, және олардан да бір тағы жақсы нәрсе алу деген сияқты. Әлбетте ол университеттің оқытушылары үшін өте жақсы нәрсе, және оған қуана кез келген оқытушы келсе, жасанды интеллект қолдану, ол да және физиканың дамуына көптеген ықпал тигізеді. Мысалға, жалпы университетте істегеннен кейін, ғылыммен айналысқаннан кейін, жас ғалымдар, профессорлар мысалға не көп уақыт жұмсайды деген сипаттауға, қандай да бір эксперимент сипаттауға, ғылыми мақала жазуға көп уақыт жұмсайды. Ал жасанды интеллекттің пайда болуымен ол жаңағы жеңілдетеді. Қандай да бір міндеттемелер қоясың жасанды интеллектке. Ол саған бір қандай да бір 1-2 секундтың ішінде сенің жаңағы айлап жылдап жасай алмаған жүрген нәрсеңді бір секундта, 1-2 секундта, 1 минутта жасап шығарып береді. Ол жағынан келгенде ойлаймын, жақсы мүмкіндік ғалымдар үшін, әсіресе жас ғалымдар үшін өздерінің ғылыми жолдарын қалыптастыру үшін өте бір жақсы мүмкіндік деп ойлаймын, егер жақсы жағында пайдаланса. Сіз әрдайым қолдаймыз дедіңіз, сол сіздерге қалай байланысқа шықсақ болады, ашық есік күні бола ма, әлде қалай? Жалпы негізі университеттің есігі әрдайым ашық негізінде. Былай ойлап қалмау керек. Жоғарғы оқу орын, бұл жерде білікті мамандар істейді. Значит, бұдан шығатын қорытынды бұл жерге рұқсат алып қана кіре аламыз деген. Ондай нәрсе болмау керек. Университеттің есігі 24/7 ашық, әсіресе оқушылар үшін де ашық. Егер университетте болмай қалған жағдайда да оқытушы не істейді, өзінің бос уақытында және мектепке келіп түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, оқушыларға түсіндіріп, ары қарай қандай жұмыс жасаймыз, онымен келісіп, өзінің университетін көрсетуге, қандай зертханалар бар, сонымен таныстыруға, өздерінің жұмыстарын көрсетуге әрдайым оқытушы дайын, оған келіседі. Шағыңызға рахмет. Бұл ақпарат тек қана бізге ғана емес, басқа да оқушыларға, мектеп түлектеріне қызықты болды деп есептейміз. Бұл сұрақты қойған себебіміз, мысалы үшін республикалық деңгейге өтіп жатқан кезде макет түрлі заттар жасайды. Сондай кезде мектепте мүмкіншілік болмай қалған кезде универге барып, оны тәжірибеден өткізіп, солай жасап көруге қызығушылық танытып отырмыз. Әрине, жаңа қайталап әрдайым университет, мектептің оқушыларына осындай ғылымға деген бір жақсы көзқараспен, ынтамен келетін оқушылар әрдайым ашық. Одан еш қорықпаңыздар, келіңіздер. Және де біздің лабораторияда, зертханаларда жұмыс жасауға біз өте қуана қарсы аламыз. 100% не береміз. Гарантия береміз, оқушы келген кезде және бос отырмайды. Және өздеріңіз айтасыздар ғой, макет жасау, бізде не бар андай? Қазір инженерлік бағытта стартап проекттерді жасайтын арнайы не бар? Оқушылардың жұмыс жасайтын бөлім бар. Сол жерге келсеңіздер, тек қана жерден макет жасау немесе бір тәжірибе жүргізу емес, сонымен қатар бірінші курсқа келген студенттер бұл жерде көбінесе жұмыс жасайды және бұл жерде не болады? Дәрістер өтеді. Инженерлік мамандыққа даярлық деген. Сол кезде оқытушылардың көмегі керек болады. Оқушылармен келіп бірге жасап жатқан бірінші екінші курстардың балаларының жұмыстарын ары қарай толықтыруға, енді олар мысалы бірінші курстан кейін бітіреді де, екінші курсқа ауысады, одан үшінші курсқа ауысады. Және бірінші курста жасағандар енді кейде қалып қалады да аяқсыз. Сол кезде не болады? Оқушылар ары қарай алып кетеді. Оқушылар енді әрдайым мектепте болмайды ғой. Олар да студент болады. Сол студент болған кезде сол ғылыми жобамен ары қарай жұмыс істеу үшін мүмкіндіктер туындайды. Сіз қазіргі таңда қандай зерттеу жұмыстарын жасап жатырсыз және сол зерттеу жұмыстарының қоғамға қандай пайдасы бар?
жалпы осы бакалавр, магистратура және докторантура оқығаннан кейін сол диссертациялық тақырыптарының көбісі неге байланысты? Бетті өңдеуге. Оны қалай түсінеміз? Мысалға, қарапайым тұрмыс тіршілікте қолданатын қазақша аттардың атауларын білмейді, шугер-бёрд, свердло дейді ғой, солардың бетін өңдеу. Мысалға, имплант. Сол адамның денесіне қойылатын, мысалы қандай да бір жарақаттың арқасында, қандай да бір операцияның арқасында, мысалы адамның денесіндегі бір сүйектер жарамсыз болып қалады. Немесе оны жалғау керек болады. Мысалға, Алла сақтасын, неге аварияға түсіп жатса, немесе қарапайым тісі түсіп және ауырса, соның орнына имплант қояды. Сол импланттың бетіне не жасайды? Биоүйлесімді дейді. Қазір тренд бар да, үйлесімді деген нәрсе болса, биоүйлесімді жабын алады. Сол жабынмен қазір таңда мен жұмыс жасап жатырмын. Соны әртүрлі әдіспен физикалық, механикалық қасиеттері жақсартылған биоүйлесімді жабын жасау. Осы мен бүгінгі айтып жатқан тақырып осындай. Осы сіздің зерттеу жұмысыңыз болашақта дамып кетіп жатса, немесе басқа да тәжірибелер болашақта дамиды деп ойлайсыз ба? Әрине, тек қана мысалы біз Қазақстанда айтып жатырмыз ғой, басқа дамыған мемлекеттерде бұл салаға көптеген ақша құйылуда. Біздің ақылымыз жетпейтіндей миллиардтаған долларлар бұл салаға құйылып жатыр. Соның нәтижесінде түрлі әдістер табылып жатыр, және жабын алу әдістерін, физикалық, механикалық қасиеттері жақсартылған түрлі жабындар алып жатыр. Ол жерде тек қана мысалға бір-ақ элемент емес, сонымен қатар 2 элементті қосып, 3 элементті қосып, керек десең көптеген элементтерді қосып, сонымен қатар экономикалық тиімді, мысалы арзан бағамен, арзан құнмен, жақсы қасиеттері бар жабын алу қазіргі таңда өте актуальный мәселе. Мысалға, біз егер тісімізге имплант салсақ, біз не істейміз? Шетелден аламыз имплант. Қытайдан аламыз, басқа Америкадан аламыз, Еуропадан аламыз. Оның құны бүгінгі таңда Өскеменде бір имплант 200-300 мың. Ең төменгі бағасы. Ал енді оны біз өзіміз жасасақ, бізде жасап жатырмыз. Университетте бар, егер келсеңіздер көрсетеміз, имплантты өздері жасайды. Соны неге біз өзіміз жасамасқа? Өзіміз соның бір технологиясын ойлап тауып та жатырмыз. Бізде университетте көптеген құрылғылар тұр, соған байланысты. Мысалы, жақында бір өте қымбат, Англияда жасалған құрылғылар соған байланысты. Титан мен алтынды бірге жабын алатын, мысалы, үлгіні қоясың, үлгі тұрады. Соның бетіне титан мен алтынды бірге жабын жасайсың. Немесе басқа элементті, мысалы, тағда жоғары энтропиялы деп атайды, сонда нелер бар, спаттың түрлері бар. Ол энтропия, мысалы, физикада беріп ол энтропия деген нәрсе. Жоғары энтропиялы жабындар алу. Ол, мысалы, қасиеттері, физикалық қасиет өте жоғары. Мысалға, қазір таңда, мысалға, оның қаттылығы 40 гигапаскаль, 50 гигапаскаль, модуль юг айтып, мысалы, модуль прогресс дейді, және модуль 300 гигапаскаль, және 400 гигапаскальға дейін баратын өте қатты, берік, және биоүйлесімді жабындар алынып жатыр. Оны қолдансаң, сен бір саласың, мысалы, импланттар, мысалы, ол ұмытып кетесің. Өмір бойына жететін импланттар, мысалы. Болашақта қандай да бір технология дамитынын айтып жатырсыз ғой, және басқа да мемлекеттерде беріп жатқан мүмкіндіктерді. Осы орайда Қазақстанда ғылымда қандай да бір өзгерістерді өзгертуге қажет деді. Яғни қандай да бір мүмкіндіктер керек бе, соны айтып жүрсеңіз. Қазір өзгерістер болғанда, өзгерістер жалпы болып жатыр. Жақсы жақта өзгерістер. Ғылымға деген жалпы биліктің, жоғары басшылардың, жалпы халықтың, оқушылардың назар алуды.
жас ғалымдардың, жас балалардың назар ауып жатырған себебі, өйткені не үшін алады? Өйткені ол жерде не бар? Қызығушылық бар, мүмкіншіліктер бар, және екінші қаражат. Жас ғалымдарға арналған үлкен жобалар. Қазіргі таңда егер сен жас ғалым болатын болсаң, мемлекеттен қаржы ала аласың, өзіңнің ғылыми жобаңды дамыту үшін. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстанның жалпы Өскеменнің дейік па, біздің университеттің дейік па, бағыт-бағдар өте жақсы. Жақсы бағытта, нәтижелері де жақсы. Мысалға, жеке университет қозғадық қой. Мысалға, бүкіл әлемде андай нелер бар, рейтингтер бар. Times Higher Education дейсіңдер бар. Университеттің нелері бар, деңгейлері бар. Соның ішінде Қазақстан университеттері алдыңғы қатарға, орындарға ие болып келе жатыр. Жылдан естіледі. Орындар 1500 орында болса, қазір 1000 орынға түсті. Одан кейін 500 орынға сөйтіп көптеген университеттер осы бағытта жұмыс істеп келе жатыр. Ал оның бағыттарда жұмыс істеуінің бір себебі де, нәтижесі де ғылымның дамуы. Жас ғалымдардың көп келуі, ғылыми мақалалардың көп жазылуы, жобаларға қаражаттың көп бөлінуі деген сияқты көптеген нелер бар. Сіз біз өзімізді университетте имплант жасап көріп жатырмыз дедіңіз ғой. Сол имплантты жасауға әлі аяқталмады, соны қаншадан бері жасаласыздар және әлі қанша уақытты талап етеді деп ойлайсыз? Андай нәрсені түсіну керекпіз. Жалпы жас ғалымның университетте жұмыс істеген оқытушының жалпы мақсаты негізі шәкірт тәрбиелеу. Қандай да бір студентті бітіртіп шығару, магистрант тәрбиелеу, доктор тәрбиелеу. Енді оған орай студенттер келіп кете береді. Университет келіп кете береді, бітіріп кете береді, ары жұмысын жалғастыра береді. Ал сол жерде істеп жүрген оқытушының мақсаты әрдайым өзінің шәкіртіне жұмыс орнын дайындап беру, тақырыбын дайындап беру, ары қарай бағыт-бағдар беру, сол бойынша жұмыс жасайды. Мысалға, менің айналысып жүрген жұмысым бакалавр кезінде басталған. 2008-2009-дардан бері келе жатқан жұмыс. Сол бойынша мысалға бір әдіс ауыстырсам да, өзім физик болғаннан кейін, қасымдағы әріптестерімде физик болғаннан кейін, біз сол бағытта әдістерді ауыстырамыз, айналысып жүрген үлгілерімізді ауыстырамыз. Сөйтіп жаңадан тақырыптар ойлап табамыз, жаңадан бір технологиялар әзірлеуге, сондай студенттер, магистранттарды, докторанттарды соған қарай жұмыс еткіземіз. Соның ішінде біткен жұмыстар да бар, жақсы нәтижелер алған жұмыстар да бар, және импланттар бойынша. Және де тағы да жақсы бағыттар. Ғылым жерде орында тұрмайды, әрдайым дамиды. Мысалға бір технология бүгінгі осындай болса, ертеңгі тағы да бір жаңа технология шығады. Біз соған қарай не істейміз, әрекет жасаймыз. Ол технологияны игеруге тырысамыз. Сөйтіп жылдар бойы, мысалы 2008-ден бастап студент болдық па, қазір 2026. Әлі біткен жоқ. Жұмыстар тақырыптар, жаңа тақырыптар, тағы мәселелер, және зерттелмеген қызықты жерлері өте көп. Біткендер де бар, мысалы. Жауабыңызға рахмет. Сізге тағы да сұрақ қоя кетейін. Сіз осы зерттеу жұмыстарыңызға мотивацияны қайдан аласыз? Ең бірінші мотивация қайдан алсам, өмірге деген көзқарас. Содан шығар, өйткені адам былай ойламауымыз керек та, бәрі маған міндетті деген нәрсені ала қоюымыз керек. Керісінше мен өзім елге көмектесейін, студенттерге көмектесейін, магистранттарға көмектесейін, оқушыларға көмектесейін, қасындағы әріптестеріме көмектесейін. Сол мотивация ең бірінші. Жұмысың, қасындағы қоршаған ортаң сол мотивация. Және екіншісі енді
өзінің жанұям, былайша айтқанда ата-анам бар, саған қолдау білдіретін, үнемі айтатын және оқы, дамы, жұмыс істе, бұлар мотивация береді. Және қасындағы достарым, әріптестерім мотивация береді. Сіздің қазіргі жас мамандарға, оқушыларға, студенттерге беретін басты үш кеңесіңіз? Үш кеңес. Ең біріншіден деп ойлаймын, не деп келемін. Әрдайым әділетті болу. Қандай жағдай болмасын, әділетті болу. Екіншісі, жан-жағына жәрдемдесу, қолынан келгенше жәрдем беру. Үшіншісі, әрдайым жайдан жүру. Ешқандай бір адам басына өмір болғаннан түрлі жағдайлар болады, түрлі оқиғалар болады. Күнде бәрі саған жақсы қарай бермейді, түрлі жағдайларға байланысты бірде жақсы, бірде жаман, соған шыдай беріп, төтеп беріп, әрдайым жәнегі жақсы сөздермен, нелермен ренжітіп алмай, ешкімді өзімді бір жақсы бір қарым-қатынаста болу деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Біз жаңадан бері технология туралы, болашақ туралы және де сіздің жеке көзқарастарыңыз туралы әңгімелестік қой. Енді осы тарапта қазіргі заманның, ғасырдың ең өзекті мәселесі лото жайлы сөйлессек, яғни қазір біз 10-шы сынып оқимыз, және де әр баланың өзіндік бір ішінде жатқан сұрағы бар, қандай мамандық таңдай, болашағында қалай көрмек деген секілді. Сол себептен сізге осындай бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі жастарға қай бағыт перспективалы деп ойлайсыз? Және де өзгерістерге қалай қарайсыз? Лото жайлы қазір өзгерістер еніп жатыр ғой. Жалпы енді ең бастысы менің ойым, әрбір адамның өзінің бір несі болады, қабілеті болады, ойына дарыған. Мүмкін біреу физикадан жақсы болуы мүмкін, біреу математикадан жақсы болуы мүмкін, біреу әдебиеттен жақсы болуы мүмкін, біреу тарихтан жақсы болуы мүмкін, біреу жақсы спортшы болуы мүмкін. Сол және адамның бойына берілген қабілетті, дарынды өшірмей, соған ары қарай дамыту үшін сондай мамандықты таңдау керек деп ойлаймын. Мысалы мен енді өзім жайлы айтатын болсам, физика жағынан жақсы дедім ғой бағана. Кішігірім есептерді шығардық, дайындалдық, мұғаліміміз жақсы болды. Соны ары қарай дамыту үшін мысалы сондай мамандық таңдадым. Техникалық физика жағынан. Және де басқаларға егер математикадан жақсы болса, немесе әдебиеттен жақсы болса, соны ары қарай дамыту керек. Соны әрдайым қойшы мамандықты керек емес, мен басқа мамандықты таңдаймын десем, ол дұрыс емес таңдау. Себебі әрдайым бір нәрсені былай қазбалай берсең, бір бағытта жұмыс істей берсең, сен түбінде оны жетесің. Былайша айтқанда, сол істің маманы боласың. Сенен жақсы білетін адам болмайды жерде. Сол мәселе мысалы. Физика болса физика, математика болса математика, информатика болса информатика. Мен ойлаймын, сол адамның қабілетіне қарай таңдау керек сияқты мамандықты. Өйткені ол кейін өзінің бүкіл өмірінде қажет болады. Егер сен өзің ұнамай таңдаған мамандық, сен ол бойынша мен жұмыс жасай алмайсың. Жасасаң да ұзаққа бармайды. Ал енді өзің сүйіп таңдаған мамандық әлдеқайда жалғасымды адам өзі сүйіп істейді жұмысын. Бірақ енді мынаның екінші жағы бар. Енді техникалық мамандықтар болғандықтан қазіргі қоғамның несі требование деймін, таңдауы не болып тұр? Жалпы біздің орналасқан өңірдің өзі не болды? Металлургиялық, қазбалыққа бай, инженерлік мамандықтар керек етіледі. Егер де адамның кішкене болса қабілеті болса, егер мемлекет мүмкіншілік беріп тұрса, көп гранттар беріп, ақша қолдау білдіріп тұрса,
Онда не үшін таңдамасқа осы мамандықты? Мысалға сен этикадан жақсы балл жинадың, осындай мамандық бар, саған өзің ұнайды, инженерлік мамандық. Грантқа түсу ықтималдығы жоғары, таңдайсың, үстейсің. Ешқандай не жоқ, кедергі жоқ деп ойлаймын. Грантқа түсу керек дейді. Ол үшін дайындалу. Мынандай нәрсе болды. Сен аз балл жинасаң, грантқа техникалық мамандықтар грантқа түсесің деген нәрсе жоқ. Ол неге байланысты? Жыл сайын бітірген оқушыларға байланысты, және мемлекеттің беретін грант санына байланысты. Қазір мысалы мен естідім, что жылдан жылға енді бүкіл жүйе өзгереді. Жылдан жылға гранттар азаяды керісінше. Может, анандай жүйе өзгереді дейді естігенімше. Оқушы ата-ана өзінің бала үшін өзі қаражат жинайды оқу үшін болашақта. Банктер арқылы бір депозит арқылы ма, және жинау арқылы бүкіл және 10 сөзге толғанға дейін ақша жинайды, ары соны оқытқызады. Сондай жүйеге кейін өтуіміз мүмкін. Мысалы, Еуропа, Америка, басқа да мемлекеттер осындай жүйемен жұмыс жасайды. Мүмкін осы және бізден қалыптасқан жүйе одан әрі жалғаса береді. Өйткені жастар үшін жақсы мүмкіндік. Және егер грантты бермей және тек тастаса, онда бірдестен жастар не істейді? Жоғары оқуға тапсырмайды. Себебі не жоқ? Қаражат жоқ. Яғни грант жоқ, сол сияқты бір нелер болуы мүмкін. Енді ойым жалпы мемлекет басшылары жалпы тек тастайды деген нәрсе жоқ шығар. Жалғастырады гранттар болады, себебі Қазақстан кең. Қазір көп жастар өсіп келе жатыр. Ойлап тоқтатып кетті. Грант қорқпаңыздар, грант болады. 10 жыл, 20 жылдан кейін жәнегідей өзгерістер ембесе және Еуропада, Америкада. Бірақ ол жақтарда не бар? Мүддесі андай 100% ондай өзім Англияда оқып келгенмін, бір жылда 2000 жылдай келсе. Болашақпен бір жыл стаж жүргенмін. Сол кезде көрдім, білім не екен? Ақша не екен? Платно дейді ғой. Ақшаны төлейсің, оқисың жақсы университеттерде. Бірақ сонымен қатар не бар? Егер сен жақсы дарынды болсаң, Кембридж, Оксфорд, тағы сондай университеттерде грант береді. Оны да жеңіп алуға болады. Я қазіргі түлектер, мысалы үшін басқа елдерде, мысалы Американы алайық, ол жаққа ұбт маңызды емес. Сондықтан да осы Қазақстандағы оқушылар сол жаққа түсіп жатады ғой. Соны қалай қарайсыз, өзіңіз де Англияға барып оқып келіпсіз, қандай тәжірибе жинап келдіңіз, ол жақта қандай белгілі бір қызығушылық таныттыңыз? Енді Америкада ол жақта да өзінің нелері бар, мысалы сат деген енді сияқты нелер бар. Айлс сат. Оны тапсырсаң, жоғары оқуға тапсыра аласың. Немесе біздің осы жақтан дайындалып, айлспен сол жаққа түскендер бар мысалы. Олардың да өзінің нелері бар. Бәрін олай ала береді деген не жоқ, сөз жоқ. Соны көрдім. Енді Англияда жалпы барып стажировка өткенде, бұл жерде мен дәріс тыңдамадым, етпедім, тек қана ғылыми бағытта бардым. Және зертханада өзімнің бекітілген тақырыбым бойынша жұмыстар жасадым. Сол бойынша ғылыми мақалалар шығардық. Сол жұмыстар жасадық. Өте жақсы болды деп ойлаймын. Және сол жақта бір жыл жүрген көлемінде дүниеге деген көзқарасым өзгерді. Жақсы бір позитивті түрде ойлау, және қасындағы әріптесіңе жолдасына көмектесу деген сияқты позитивті бір не алып келдім. Тәжірибе. Бір көргеннен кейін адам не деді екен, тағы да барғысы келеді. Тағы да барғым келеді, және сендерге де айтамын оқушылар. Ең бастысы не екен? Шетелге адамның несін ашатын тіл екен. Тіл білсеңдер, жақсы дайындалсаңдар, бүкіл басқа мемлекеттердің есігі ашылады екен. Өздерім айтпақшы, сол жақтан оқиды деді жастар, Америкадан, Еуропадан. Сол жақтан оқиды, жұмыс істеп жүрген қазақтармен таныстым, отбасы.
кезінде work and travel деген бағдарлама болды. Соны бітіріп, жұмыс істеп жүргендерінде көрдім. Былайша 15-20 жыл сол жақта тұрып жатқандарды көрдім. Жақсы. Біздікі енді айтпаймын, ана жақта да жақсы, Қазақстан да жақсы, не жоқ. Түсініп қалыптасқан керек. Ой, жастардың бәрі шетелге кетіп жатыр, ол жақта жақсы келмеген нәрсе жоқ. Ол жақта қалай еңбек етесің, қалай өзіңді көрсетесің, соған қарай сен бұл жерде ортаңды табасың. Ал егер бүкіл уақытыңды неге жұмсасаң, қыдырып басқа бірдеңелерге жұмсасаң, өзі нетпейсің, дамымайсың, пікіріңді дұрыс қалыптаспай. Қазақстан да жақсы, жастарға айтар кеңесім. Ойлап қалыңыздар, шетелде бәрі жақсы екен деп, ол жақта қаражатың болса жақсы, оқи аласың. Жақсы грант жеңіп алған болсаң, жақсы университетке түскен болсаң, өзі жақсы. Бірақ бару да керек, көру керек. Мысалы, бакалаврда болсын, Қазақстанда болсаңыздар, магистратураға шетелде тапсырып көріңіздер. Егер оны оқи алмасаңдар, магистратура шетелде докторантураға тапсырып көріңіздер. Қазір бағдарлама бар, болашақ береді. Соны көріңіздер, немесе басқа Европаның өздерінің бағдарламалары бар, ақш-тың бағдарламалары бар. Оны көріңіздер. Мүмкіншілік қазір жастарға көп, өте көп. Тек біз өзіміздің ғана, немізбен ғана. Қазақилық деген нәрсе бар ғой. Қарны тоқтық, уайымы жоқтық, азғырар адам баласын кімсіз шәкәрім абайжынан алдымызда тамағымыз болса болды, ата-анамыз қасымызда болса болды, жүре береміз, еш ойланбаймыз, әрекет жасамаймыз. Сол үшін жан таласып оқыңыздар. IELTS-тың 9-дан 9 алыңыздар. TOEFL-дың нешесі? 100-150. Соның 150-ін алуға тырысыңыздар. Қазақтар бүкіл жерін деп жатыр, бағындырып жатыр ғой қазір. Ана естисің мен. Мынадан сәтті, мысалы кеше естідім. Сат дегендерді өздерін айтып отырмын. Содан Қазақстанның баласы ма, Өзбекстан, орталық Азияның баласы 1600 екен ғой максимум. Сол 1600-да муа ұсталған. Енді ол қалай алды? Ол жерде дайындалды ғой, еңбектенді. Ағылшынша математиканы дұрыстады. Иә. Сол сияқты әркім, мынандай нәрсе жоқ. Мен кезінде жаман оқып қалмын, мен қабілетім жоқ, мен ол жаққа түсе алмаймын деген нәрсе жоқ. Егер еңбек етсеңдер, күні-түні дайындалсаңдар, еңбектің арқасында жетуге болады. Сол және жақсы оқитын оқушының нәтижесіне жетуге болады. Тек қана не бұл жерде жақсы позитив, мотивация, ата-ананың қолдауы, өздерінің және жалпы өздерінің талпыныстарын ол шешеді ең басты. Осы болашақ енді келдік қой, соны ары қарай ғылыми неде қолданып жатырмыз. Сол жақтан алып келген тәжірибені, идеяларды және осы жақта іске асырайық деп жұмыс жасап жатырмыз. Негізгі ойды түйіндейік. Құрметті Дидар Қайратұлы, уақытыңызды бөліп, бізбен пайдалы әрі қызықты әңгіме өткеніңізге өте шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сіздің тәжірибеңіз бен құнды ойларыңыз біз үшін өте маңызды болды. Және де көрермендер үшін де белгілі бір ақпараттарды айта кеттіңіз. Бүгінгі сұхбатымыз тыңдармандарға да үлкен бір мотивация берді деп айтсам болады. Және де бір өзімізде жаңа білімді меңгердік. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Жасап жатқан зерттеулеріңізге де жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Өздеріңе де көп рахмет. Осы шақырып, қызығушылық білдіріп жатқандарыңызға, ғылыми жобаларға қызығушылық білдіріп жатқандарыңызға бұл өте жақсы жастар үшін деп ойлаймын. Ғылымға бағдар беріп, ертең мемлекетіміздің Қазақстанның болашағы үшін, даму үшін жақсы жетістік деп ойлаймын, көріністі.